Саған арналған хатымды неден бастарымды білмей отырмын. Әйтеуір бойымды сағыныш билеп алған білем. Жазғым келді. Арамыздан алшақтағанына бір-ақ жылдар өтсе де, мен әлі сені ойлаймын, сағынамын. Оның бәрі сенің орныңды ешкімнің де баса алмағанынан. Болашақта баса алам екен деген сұрақтарды жиі мазалайды. Елдің көңілін қалдырудан да шаршадым. Алдыма келгеннің бәрін сенімен салыстырып, әркез ойымнан шықпағаныңнан бәрі ренжіп қайтады. Өйткені олардың әрбір іс-қимылдарында ол болса былай істер еді, былай айтар еді, мен естігім келіп тұрған сөзді айтар еді деп ойым мұң құбылады. Әрине, мұның бәрі махаббаттың жоқтығынан ғой. Білмеймін, сен кеткелі ешкімді құлай сүйе де алмадым. Ал мені білесің ғой, бірінші принциптерім сүйу, махаббат, түсіністік, гармония. Әркез өмірімді идеализациялаудан жалықпаймын. Өйткені басқаша өмір сүре алмаймын. Сондықтан қазір ешкіммен танысқым да келмейді. Осының бәрін оқысаң, жүрегің ауыратын білемін. Неге олай істейсің? Елдің бәрі мен сияқты емес қой. Қаншама рет айтам саған, сен бәрін жүрегіңе тез қабылдайсың дер едің. Сосын көп уақыт ұйықтай алмай жүресің. Өйткені мен мұнда тынышсызбын, сен үшін мұңдымын. Онымен қоймай, менен жүрекке тез қабылдамауды өтінесің. Осы өмірде сенің жүрегіңде кең, мінезі қайратты, ақылы, сымбатына сай азаматты тағы кездестіре алам ба екен? Білмеймін. Бір рет кездестіргенде Құдай оны менен көп көріп айырып жіберді. Мүмкін ол кезде маған ондай бақыт көптік болған шығар. Ал қазір істеп жүрген игі істерімнің барлығы ендігі кезекте көп көрмесе екен деген ойымнан да шығады. Егер маңдайыма жазылмаса да бәрібір. Өйткені мен сен армандағандай, сен қалағандай, сен тамсанатындай, сенің өзің сияқты адам бола алдым. Өйткені мендегі барлық жақсы қасиеттерге өзің үйреттің. Сенің махаббатың, одан кейінгі қайғың. Иә, сенің махаббатың маған үлкен мұң сыйласа да, сен мен үшін ерекше адам болып қаласың. Тағы да менің үлкен ұстамдылық қасиетім жылт етіп, саған осы хатты жібермеуге ұстап қалды. Өйткені сенің өз өмірің, ондағы өз проблемаларың, өз уайымдарың мен қуаныштарың бар. Бәлкім, онда менің керегім де жоқ шығар. Сондықтан беймаза уақытта сен мазалағым келмейді. Бұл сөздердің бәрін өзің жақсы сезесің ғой деп ойлаймын. Сезбесең де өз еркің. Өйткені бұл менің өмірімдегі құбылыстар, менің мұңым, және оған өзім ғана жауаптымын. Сені тағы да жұмыс бабында көтеріпті ғой. Құттықтаймын. Сенің еңбекқорлығың әрине елеусіз қалмайды. Сендей адамы бар ұжым да сенен айрылғысы келмейтін шығар. Олар сені күнде көреді. Қандай бақыт. Қайғыда да, қуанышта да, жабыққан сәттерде де мен өзіңмен бірге екенімді ұмытпа. Ауырма. Жолда абай бол. Сүйдім.